Неліктен жапондар 80 жастан кейінде белсенді? Жапония әлемде ұзақ өмір сүретін адамдардың көшбасшысы болып саналады. Онда 70 жастан асқан адамдар баспалдақта 40 жастағыдай жеңіл көтереді. Бұл генетика емес, күнделікті жасалатын 6 қарапайым жаттығу арқасында мүмкін болады. Көптеген жапондар бұл жаттығуларды тіпті байқамай жасайды. Батыс медицинасы енді ғана олардың тиімділігін түсінуде. Бұл таблеткалардан әлдеқайда жақсы әсер береді. Сол уақытта дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының деректеріне қарағанда, батыс елдерінің тұрғындары 50 жастан кейін аяқ бұлшықеттерінің күшін жоғалта бастайды. Бұл тізбекті реакцияны тудырады. Орындықтан тұру қиын, баспалдаққа көтерілу ауыр, құлау қаупі күрт өседі. Ал егде жаста құлау көбіне тәуелсіз өмір сүруге кедергі жасайды. Бірақ жапондар бұған қарсы жол тапқан. Олардың әдістері фитнес залдарында ұсынылатын кеңестерге мүлде ұқсамайды. Олар ауыр салмақ көтермейді, марафонға қатыспайды. Тек күнделікті әрекеттерін осылай ұйымдастырады. Сонда қажетті бұлшықеттері табиғи түрде күшейеді. Енді мен сіздерге осы 6 жаттығуды көрсетемін. Бірақ есте сақтаңыз, олар тек тұрақты жасалса ғана жұмыс істейді. Бір рет жасап көру қызықты тәжірибе ғана, ал күнделікті өмірге енгізу болашағыңызды өзгерту. Бастамас бұрын пікірге өз атыңызбен тұрған қалаңызды жазыңыз. Маған қызық, денсаулығына мән беретін адамдар қайда тұрады екен? Бірінші жаттығу – азиаттық присет, тынығу позасы. Жапондар терең присетті жаттығу емес, тынығу позасы ретінде қолданады. Орындыққа отырмай, тек тізелерін бүгіп, корточкада отырады. Сол күйде оқиды, әңгімелеседі, шай ішеді. Қызығы сол кезде квадрицепс, бөксе, жамбас артқы бұлшықеттері және корпус бір мезгілде жұмыс істейді. Яғни демалып отырса да, дене жаттығып жатыр. Токийский университетінің зерттеушілері қызықты бақылау жүргізді. 70 жастан асқан адамдардың бір тобы терең присетте демалуды әдетке айналдырса, екінші топ оны жасамаған. Нәтиже таңғалдырды. Алғашқы топтың аяқ бұлшықеттері 50 жастағыдай күшті шыққан. Дұрыс орындау әдісі. Аяқты иық кендірінде қойыңыз. Баяу төмен түсіп, бөксе жерге жақын болсын. Тізе 90 градус шамасында. Өкшелер толық жерге тиген жақсы. Бірақ егер мүмкін болмаса, орамалы сүлгі немесе шағын блок қойыңыз. Арқаны нейтрал ұстаңыз. Белді қатты домаламаңыз, немесе керісінше кермеңіз. 60 жастан асқандар үшін бастапқыда опора пайдаланыңыз. Стулға немесе үстелге сүйеніп 20 секунд ұстаңыз. Әр атта 10 секунд қосыңыз. Мақсат 2-3 минутқа жету. Дұрыс істесеңіз, аяқ бұлшықеттерінде жұмыс сезіледі, тізеде ауыртпайды. Бұл жаттығу тек бұлшықет күші ғана емес, қан айналымын жақсартады. Ас қорытуға көмектеседі, ішкі тыныштықты дамытады. Бастапқы дискомфортты сабырлы түрде көтеруге үйретеді. Ең жиі кездесетін қателіктер: өкшені көтеріп алу, пайдасы азайып, тізеге жүктеме түседі. Белді тым домалау, корпусқа кері әсер береді. Күн сайын 3-5 рет қайталаңыз. Уақытты біртіндеп ұлғайтыңыз. 3 аптадан кейін орындықтан тұру жеңілдейді. Аяқ шаршауы азаяды. Бұл жаттығу қарапайым көрінгенімен, шын мәнінде дененің бірнеше маңызды бұлшықеттерін белсендіреді. Бір аяқта тұрған кезде аяқ, тізе, жамбас және корпус айналасындағы тұрақтандырушы бұлшықеттер жұмыс істейді. Міне осы бұлшықеттер құлау қаупінен қорғайды. Жапондар бұл жаттығуды арнайы уақыт бөлмей-ақ жасайды. Тіс тазалағанда, автобусты күткенде, немесе тамақты жылытып тұрғанда бір аяқта тұрады. Зерттеулер көрсеткендей, 10 жыл бойы күн сайын әр аяғын 1 минуттан теңгерім жаттығуларын жасаған жапон қарияларда жамбас сыну қаупі 60% төмендеген, құлау жиілігі 40% азайған. 80% қатысушы өздерін күнделікті өмірде әлдеқайда сенімді сезінген. Дұрыс орындау әдісі. Қажет болса жақын жерде қабырға немесе берік жиһазға сүйеніңіз. Салмақты бір аяғыңызға түсіріп, екінші аяқты жерден сәл көтеріңіз. Аяқты жоғары көтерудің қажеті жоқ. Басты жұмыс кішкентай тұрақтандырушы бұлшықеттерде болады. Бастапқыда 10-15 секундтан 3 рет қайталаңыз. Уақытты біртіндеп 1 минутқа дейін ұлғайтыңыз. Тұрақтылық үшін көзді бір нүктеге бағыттап, пресс бұлшықеттерін сәл тарту жеткілікті. Күн сайын 5 минуттық бірнеше тәсіл әсерін 1 айдан кейін сездіресіз.
Үшінші жаттығу стойка всадника, жапондық тәсіл. Бұл жаттығу жамондық жауынгерлік өнерден шыққан және 50 жастан асқан адамдарға қауіпсіз. Изометриялық жаттығу, яғни бұлшықет қатты кернеуде, бірақ буындарда соққы болмайды. Стойкада белсенді болатын бұлшықеттер, жамбас, таз, корпус. Жаттығу нәтиже береді. 12 аптада аяқ бұлшықеттерінің күші 24% артады. Дұрыс орындау әдісі. Аяқты иық кеңдігінен 1 минутта 5 есе кең орналастырыңыз. Тізені бүгіп, көрінбейтін орындыққа отырғандай төмен түсіңіз. Аяқ алақандары параллель немесе сәл сыртқа бұрылған. Арқа түзу, іш сәл тартылған. Салмақ тең бөлінгенін сезіңіз. Жамбас бұлшықеттерінің жұмысын сезіну керек. Бастапқыда 10-15 секундтан 3 рет жасайсыз. Біртіндеп 1 минутты 1-5 минутқа дейін ұлғайтуға болады. Ең жиі қателіктер. Тізені саусақтың алдына шығару буынға ауыртпалық түсіреді. Тазды тым жоғары ұстау жаттығу тиімділігін төмендетеді. Бұл жаттығу рефлекстерді дамытады, жаңа нейрон байланыстарын қалыптастырады. Сондықтан критикалық жағдайларда реакция жылдамдығы артады. Жапондық ұзақ өмірдің ең аз бағаланған құпияларының бірі әр қадамын саналы түрде жасау. Бұл жаттығуда пятка қалай жерге тиеді, салмақ қалай табан ортасына беріледі, саусақпен қалай сермеледі, барлығы толық бақылауда болады. Бұл тек физикалық жаттығу емес, сонымен қатар медитация сияқты зейін жаттығуы. Жапондар бақшалар мен парктерде күнделікті жүріп, қарапайым серуенді белсенді медитацияға айналдырады. Зерттеулер көрсеткендей, 65 жастан асқан жапондар 3 ай бойы күн сайын баяу саналы жүріп, мына өзгерістерге қол жеткізді. Қан айналымы аяқтарда 50% жақсарған, құлау жиілігі 40% төмендеген, динамикалық тепе-теңдік 50% артқан. Дұрыс орындау әдісі. Кедергісіз жер таңдаңыз. Үйдегі дәліз жеткілікті. Әдеттегіден 4-5 есе баяу жүріңіз. Әр қадамға назар аударыңыз. Пятка, табан ортасы, саусақпен сермеу. Перең және баяу тыныс алыңыз. Әр 3 қадамға бір толық демалу жеткілікті. Күн сайын 3 минут жеткілікті, бірақ сапасы маңызды. Егер тепе-теңдік қиын болса, қабырға немесе рельстерге сәл сүйеніңіз. 5-ші жаттығу. Таяққа тұрып, өкшелерді көтеру. Подъем на носки. Бұл жаттығу қарапайым көрінгенімен икроножный бұлшықеттерді мықты етеді. Жапондарда бұлшықеттерді екінші жүрек деп атайды. Себебі олардың қысқаруы қанды жүрекке қайта итеруге көмектеседі. 60 жастан кейін бұлшықеттердің күші әсіресе маңызды. Жүріс-тұрыс, баспалдаққа көтерілу, құлаудың алдын алу үшін. Жапондар подъемдарды күнделікті өмірде орындайды. Тіс тазалап тұрғанда, кезек күткенде, лифтке кіргенде. Дұрыс орындау әдісі. Аяқты иық кеңдігінде қойыңыз. Баяу өкшелерді көтеріп барынша жоғары шығыңыз. Баяу төмен түсіңіз. Барлық қозғалыс бақылаулы, рывоксыз. Бастапқыда 2 тәсіл. Әр қайсысында 15 қайталау жеткілікті. Опора ретінде қабырға немесе жиһаз пайдалануға болады. Кейін 3 тәсіл. Әр қайсысында 20 қайталау. Жоғарғы нүктеде 2 секунд тұру тиімді. Бонус пайдасы. Аяқтағы қан айналымы жақсарады. Ісіну және варикоз қаупі төмендейді. Ұзақ тұру және жүріс кезінде ыңғайлылық артады. Күн сайын 2-3 қысқа сессияға бөліп жасау ұсынылады. Бұл жаттығу 60 жастан асқан адамдар үшін ең қауіпсіз және тиімді изометриялық жаттығулардың бірі. Қуатты квадрицепс, жамбас, кортус бұлшықеттерін күшейтеді, бірақ буындарға соққы түсірмейді. Жапондық мәдениетте бұл жаттығу төзімділікті, денені және рухты жаттықтыруға байланыстырылады. Қиын болған кезде берілмеуді үйретеді. Сол уақытта босаң болуды да үйретеді. Дұрыс орындау әдісі. Арқаны стенаға сүйеңіз. Аяқты иық кеңдігінде, стенаға шамамен 30 см қашықтықта қойыңыз. Баяу төмен түсіп, тізелер шамамен 90 градустық бөлгенше отырыңыз. Көрінбейтін орындыққа отырғандай сезім болу керек. Тізелер лодышка үстінде болсын. Бастапқыда 15-20 секундтан 3 рет жасаңыз. Біртіндеп 1 минутқа дейін ұлғайтыңыз. Зерттеулер көрсеткендей, 65-75 жастағы жапондар 8 апта бойы бұл жаттығуды тұрақты жасаса, аяқ бұлшықеттерінің күші орта есеппен 14% артқан. Баспалдағыға көтерілгенде шаршау 27% төмендеген.
Жиі кездесетін қателіктер. Тынысты ұстап қалу. Демді еркін тыныстау қажет. Тізелер ішке қарай түсу. Тізені табан бағытында ұстау керек. Бұлшықетке сезім болуы тиіс, бірақ тізеде ауырсыну жоқ. Бонус жаттығу. Турникке ілу. Вис. Бұл жаттығу аяқпа емес, бірақ соңғы 10 жылда Жапонияда өте танымал болды. Өйткені ол бүкіл ағзаға пайдалы. 3 негізгі артықшылығы. Омыртқаны декомпрессиялау. Межпозвоночный диск рельефті алып, ылғалдандырады. Нервтерге қысымды азайтады. Қолдың хват күші. 60 жастан кейін әлсірейді, бірақ жақсы хват өмір ұзақтығына байланысты. Иық буындарының қозғалғыштығы. Иықтар жұмсарып, үстіңгі сөрелерге қол жеткізу жеңілдейді. Ескертпе. Егер иық ауруы, артроз немесе импиджмент синдромы болса, вис жасамаңыз. Оның орнына тік тұрып, қолды жоғары көтеріп, 10-15 секунд созу жеткілікті. Дұрыс орындау әдісі. Берік турник тағыңыз. Спорт зал, үй немесе парк. Қолды үстінен иық кеңдігінде немесе сәл кеңірек ұстаңыз. Иықты босаңсытып, денені еркін созыңыз. Баяу тыныс алыңыз. Бастапқыда 5-10 секунд 5 тәсілден орындаңыз. Біртіндеп уақыт ұлғайтыңыз. Жиі қателіктер. Иықты құлаққа көтеріп, кернеу қалыптастыру. Демді ұстап қалу. Турникке ілу. Денені дискомфорт жағдайында тыныш ұстауды үйретеді. Бұл қасиет Жапон философиясында өте бағалы. Күнделікті өмірде де стрессті басқаруға көмектеседі. Міне 6 жаттығу плюс бонус. Жапонияда 80 жастан асқан адамдардың аяқтарын мықты ұстап, белсенді өмір сүруінің сыры. Ең бастысы интенсивтілік емес, тұрақтылық. Күн сайын аздап жасау, аптасына бір рет тым көп күш жұмсаудан әлдеқайда тиімді. Бұл жаттығуларды күнделікті өмірге енгізу арқылы сіз өзіңіздің болашағыңызды өзгерте аласыз. Мен сіздерге кеңес беремін. Бірінші қадам бастау. Біртіндеп уақытты ұлғайту. Жаттығуларды сапалы және саналы орындау. Естеріңізде болсын, бұл жаттығулар сіздің аяқ күшіңізді, кепе-теңдігіңізді және жалпы денсаулығыңызды сақтауға көмектеседі. Олар өмірге деген сенімділікті арттырады, күнделікті әрекеттерді жеңілдетеді, тіпті қарапайым тұрмыстық жұмыстарды жасауға көмектеседі. Соңында мен сіздерге айтамын, өз денсаулығыңызға назар аударыңыз, тұрақтылықты сақтаңыз және күн сайын аздап жаттығуды әдетке айналдырыңыз. Сіздердің денелеріңіз сізге рахмет айтады, ал өміріміз белсенді және қуанышты болады. Рахмет, соңына дейін қарап шыққандарымыз үшін. Өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыз.